Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымызда осындай көк помидордан қысқа арналған салат жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалап, және менің каналыма тіркелмеген жаңадан келген көрермен болсаңыз, подписаться деген қызыл батырманы басып, төмендегі тіркеліп алыңыз. Енді бізге керегі заттар: 2 килограмм көк помидор, 2-3 дана сәбіз, 1 бас сарымсақ, 9% уксус, 2 дана тәтті бұрыш және 1 чили ашты бұрышы керек. Көк помидорымызды жуып алғаннан кейін осылай қасыққа ілінетіндей етіп ыңғайлап турап алатын боламыз. Және одан кейін болгар бұрышымызды осылай жіңішкелеп соломка қылып турайтын боламыз. Және осы перецтерімізді, яғни болгар бұрышын помидордың үстіне саламыз. Bir тал чили бұрышын ұсақтап турап, оны да салатын боламыз. Және сәбізді осында жіңішке өткізетін өткіштен өткізіп, немесе қолымызбен турап, осы қызанақтың үстіне саламыз бұны да. Және сарымсақты жұқалап, жіңішкелеп, ұсақтап турайтын боламыз. Мейлінше ұсақтап турағандарыңыз дұрыс. Оны да осы салаттың үстіне саламыз. Менде осы кептірілген укроп, сіздер балғын түрін салсаңыздар болады. Енді осыған дәмдеуіштерін саламыз. 2 ас қасық толтырылмай тұз саламыз. Және көк помидорларымыз қышқыл болғандықтан 4 ас қасық қант салатын боламын. Және 50 миллиграмм 9% уксусты құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап толықтай араластырғаннан кейін, тұз, қант ерігеннен кейін 2 сағатқа осылай бастырып, жауып қоятын боламыз. Осы 2 сағаттың ішінде мен банкілерді ас содасымен жуып, мантоваркіде 10 минуттай булап алдым. Ал қақпақтарын 2-3 минуттай қайнатып алдым. Мінеки 2 сағат өткеннен кейін қызанақтың осылай кішкене суы шығатын болады. 2 сағат өткеннен кейін салатымызды стерилденіп дайындалған банкілерімізге әдемілеп нығыздап отырып салып алатын боламыз. Нығыздап салыңыздар, өйткені қазір біз қайнатқан кезде көлемі кішірейіп, банкының жартысымен ғана болып қалады. Сондықтан нығыздап отырып салыңыздар. Осылай бірінші мен помидорын салдым, одан кейін сәбізін, пересін араластырып осылай кезектесіп отырып салдым. Мінеки барлығын салып болғаннан кейін осындай азғантай суын шпанкіге бөліп салатын құятын боламын. Барлық суын құйып болғаннан кейін енді ыдысымызға банканы қойып, осыған салқын су құйып, банканы біз қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін 40 минуттай қайнатып алуымыз керек. Мінеки банкілерді 40 минуттай қайнатып алдым мен толығымен, және банкілердің қақпағы жабылмаған болатын. Қайнап болғаннан кейін 40 минуттан кейін осылай жақсылап, мықтылап банкілеріміздің қақпағын жауып алатын боламыз. Ешқандай суы ақпайтындай етіп тексеріп аламыз. Ол үшін банкімізді төңкеріп немесе домалатып тексеріп алатын боламыз. Толықтай жабылғанына сенімді болғаннан кейін төңкеріп бір түнге орап тастайтын боламыз. Ол асықпай, одеялдың астында асықпай суы керек, және міндетті түрде орап қойыңыздар. Мінеки қысқа арналған көк помидордан салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жұлдыз, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.